Жастар жылы колледж жастары үшін сәтті басталды десек те болады. Көкшетау қаласы Балдәурен республикалық оқу-сауықтыру орталығында 1-6 сәуір күндері аралығында жастар болашақ жеңістердің негізі атты педагогикалық мамандықты оқитын студенттер арасында республикалық жастар слеті өтті. Республиканың түкпір-түкпірінен 12 облыстан үздік деп танылған командалар арасында Атырау облысының намысын қорғаған жоғары колледжіміздің Каспиан Girls жастар жасағы кіл мықтының арасында жүлделі 3-ші орын жеңіп алды. Бұл колледжіміздегі педагогикалық мамандықтар әлеуетінің жоғары екендігінің дәлелі. Сондай-ақ бұл облысымыздың жастары және жастар саясаты үшін осы құрамда өнер көрсететін атыраулық отандық жастар үшін зор абырой деп білеміз. Байрақты бәсекедегі жетістіктер үшін жоғары колледжіміздің студенттеріне зор алғыс білдіреміз. Біз Каспиан Girls командасы Щучинск қаласында өткен педагогикалық слеттан 3-ші орынмен оралдық. Сол үшін біз ПСВК ұжымына алғысымызды айтамыз. Бүгін республикалық додадан топ жарған колледж жастарын колледж студенттері мен ұстаздары үлкен қуанышпен қарсы алды. Болашақ бала тәрбиесіндегі бүгінгі студент, ертеңгі жас мамандарымыз қарымды, білімді болсын. Батыржан Қисамеденов, Мерей Бақтығали, арнайы ПСВК News үшін.